Жанды табиғат бөлімі. Сабағымыздың мақсаты мыңға дейінгі сандардың құрылу жолын түсіндіру, мың көлеміндегі сандарды тура және кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау. Сонымен оқушылар, 3-ші сыныпқа қош келдіңіздер. Жазда табиғат аясында серуендеп демалған боларсыздар. Олай болса, сабағымызды жанды табиғат бөлімімен бастаймыз. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызда мың көлеміндегі сандармен танысамыз. Мың 4 таңбалы санның ең кішісі. Мыңға дейінгі сандар бірліктер класын құрайды. Бұлар 3 разрядтан тұрады. Жүздіктер, ондықтар, бірліктер. Енді мына кестеге көңіл аударайық және сандарды оқиық. Дұрыс оқушылар. Бірінші сан 300, ол 300-діктен ғана құралған. Санның моделін құру үшін 3 үшбұрышты қолдануға болады. Екінші сан 304. Бұл сан 300-діктен және 4 бірліктен құралған. Санның моделін құру үшін 3 үшбұрышты және 4 дөңгелекті қолдануға болады. Үшінші сан 364. Бұл сан 300-діктен және 6 ондықтан 4 бірліктен құралған. Санның моделін құру үшін 3 үшбұрыш, 6 шаршы, 4 дөңгелекті қолдануға болады. Сандардың моделін осылайша құрамыз. Оқушылар, енді мына сандарды оқып, осы сандардың моделін геометриялық фигураларды пайдаланып құрып көрейік. 756, 325, 500, 402. Дұрыс оқушылар. 756, 7 жүздік, 5 ондық, 6 бірліктен құралған. 325, 300-діктен, 2 ондықтан, 5 бірліктен құралған. 500, 5 жүздіктен құралған сан. 402, 400-діктен, 2 бірліктен құралған. Енді оқушылар, мың көлеміндегі сандарды салыстыруды үйренеміз. 3 таңбалы сандарды салыстыру ең үлкен разрядтан басталады. Оқулықтағы 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. 742 менен 427 сандарын салыстырамыз. Әрине, 742 артық 427-тен, өйткені бірінші санда 7 жүздік бар, ал екінші санда 400-дік бар. Жүздіктері артық сан артық болады. Әр қарай кеттік. 504 пен 405 сандарын салыстырамыз. Дұрыс, 504 артық 405-тен. Әр қарай кеттік. 331 мен 312 сандарын салыстырамыз. 331 артық 312-ден. Келесі сан 401 мен 410 сандарын салыстырамыз. Әрине, 401 кем 410-нан. Өйткені бұл жерде жүздіктері бірдей болғанмен, ондықтар санын салыстырғанда 401-де 0 ондық, 410-да 1 ондық
Олай болса 401 410-нан кем. Осылайша салыстырамыз қалған сандарды. Жарайсыздар оқушылар. Енді оқушылар оқулықтың осы 5-ші бетіндегі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Әрбір жағдайда белгісіз сан қандай мәнге ие болуы мүмкін? Яғни x-тің мәні неше болуы мүмкін? Бірінші жағдайда x артық 12-ден. Олай болса, x-тің мәні неше болуы мүмкін? Дұрыс. X-тің мәні 13-ге, 14-ге, 15-ге, 16-ға, 17-ге тең болуы мүмкін. Немесе басқа сандарға, яғни 12-ден үлкен сандарға тең болуы мүмкін. Екінші жағдайды қараймыз. X кем 12-ден. Дұрыс. Бұл жерде x-тің мәні 12-ден кем сандарға тең болады. Яғни 11, 10, 9, 8, 7, 6-ға, 5, 4, 3, 2, 1-ге тең болуы мүмкін. X-тің мәнін анықтау үшін сан сәулесін қолданған ыңғайлы. Олай болса оқушылар 7-ші тапсырманы өз беттеріңізше орындап көріңіздер. Жарайды оқушылар. Енді бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылаймыз. Мына тапсырмаға назар аударыңыздар. Төмендегі сандардан 3 таңбалы сандар құрастырамыз. 4, 6, 9 сандарын қолдана отырып. Кәне оқушылар, қандай сандар құрастырдыңыздар? Дұрыс. 469, 496, 649, 694, 946, 964. Жарайсыздар оқушылар. Сандар қайталанбайтындай болып, осындай сандарды құруға болады екен. Жақсы, енді оқушылар үйге тапсырма ретінде 6-шы беттегі номері 8-ші тапсырманы аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар.